Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасына арналған буктрейлер. Арқа даласы өзінің кеңдігімен және сұлу табиғатымен ерекшеленеді. Сарыарқаның киелі төрі Ереймен тау. Мұндағы таулардың асқақтығы, көлдерінің мөлдірлігі мен бұлақтарының тәтті суы жанға шипа. Әр мезгілі өзінше құбылған осы сұлулықтың ортасында атақты сал сері, ақан сері Қорамсалы өмір сүрді. Оның жанына серік, көңіліне қанат болған астындағы тұлпары Құлагері. Ақан өз тұлпарын қыс бойы баптап, нағыз бәйгеге лайықтап, аялап өсірді. Дәл осы уақытта арқа жерінде бұрын соңды болмаған үлкен ас беріледі деген хабар тарайды. Бұл атақты Сағынай байдың асы еді. Оған арқаның түкпір-түкпірінен мыңдаған халық жиналады. Еті таудай, қымызы көлдей болған бұл жиында мыңдаған киіз үй тігіліп, жұрт бірнеше күн бойы мәре-сәре болып тойлайды. Ақан сері осы асқа өзінің тұлпары Құлагерді де алып келеді. Жұрт тұлпардың бітіміне таң қалып, қызыға қарайды. Тіпті атақты Күреңбай сыншының өзі Құлагерге нағыз хас жүйрік деп жоғары баға береді. Сондай-ақ бұл жиынға Батырашта өзінің тұлпары Көктайғынды үміт етіп әкеледі. Бірақ Батыраш Құлагерді көріп іштей зұлымдық ойлайды. Өйткені ол тұлпарды бірнеше мәрте сатып алуға тырысқанымен Ақан сері бермеген еді. Енді ол кек қайтару үшін Құлагердің көзін жоюға бар күшін салады. Сонымен көмбе ашылып, 1300 жылқы жер қайыстыра шапты. Қалың шаңның арасынан 4 тұлпар оқтай суырылып шығып, алда Құлагер көрінді. Бірақ жыландының жырасында оны ажал күтіп тұреді. Батыраштың адамы тығылып тұрып, Құлагерді басынан айбалтамен ұрып құлатады. Алғашқы 3 ат шығып, артынан мыңдаған жылқы өтсе де, Құлагер көрінбеді. Жыра ішінде өліп жатқан тұлпарын көргенде Ақанның жан дүниесі астан-кестен болды. Ақан серінің көңілі құлазып, өмірінің мәні кеткендей болды. Содан қолына домбырасын алып, өзінің айнымас серігі Құлагерге арнап, аттың азалы әнін шығарды. Бұл ән тұлпарға қойылған мәңгілік ескерткіш еді. Бұл поэма арқылы автор өнер мен адалдықтың жауыздықтан да биік екенін көрсеткісі келді. Құлагер өлсе де, оның рухы мен Ақанның әні халық жүрегінде мәңгілік мұра болып қала бермек.